Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін біз Мадина қаласындамыз. Мадина қаласындағы құрма бағына саяхат жасауға келдік. Бүгін біз сіздерге Мадина қаласындағы құрма бағын көрсетеміз. Мадина қасиетті қала ғана емес, сонымен қатар құрма өсіретін жер. Әрбір қажылыққа келетін қажылар міндетті түрде құрма бағына келеді. Мадинада құрма бақтары көп, бүгін біз солардың біріндеміз. Бұл жерде әртүрлі сорттағы құрмалар өседі және әрбір ағаштың өз тарихы бар. Қажылыққа барған адамның елге тәбәрік ретінде алып кететін екі нәрсесі бар. Оның бірі қасиетті зәмзәм суы болса, екіншісі құрма. Зәмзәм суының шығу тарихын, оның адам ағзасына қандай пайдасы бар екен естіп те оқып та біліп жүрміз. Ал құрма қалай өседі, құрма ағашын қалай баптайды, ол жайында білетініміз аз. Биылғы қажылық сапарымызда жол түсіп, тағы да осы Мадина қаласындағы құрма бағына арнайы бардық. Мақсатымыз құрма ағашының қалай өсетінін көзбен көріп, және де осы құрма бағын сіздерге көрсету болды. Сіздерде құрма ағашы туралы білгіңіз келсе, осы видеоның соңына дейін қараңыз, өте керемет, және де Мадинаның атмосферасын бізбен бірге тамашалаңыз. Біз келген құрма бақтың ішінде осындай балаларға арналған алаң да бар екен. Бұл жер әрине ақылы, бірақ қанша сағат отырсаңыз да өзіңіз білесіз, балаларды осы жерге жіберіп, құрма бақтың ішінде шай ішуге болады. Өте керемет, маған қатты ұнады. Құрма ағаштары бұл жерде бірнеше ғасырлар бойы өсіріліп келеді, және олар Мадинаның символына айналған. Мадина құрмаларының дәмі ерекше. Өйткені бұл жерде өсірілетін сорттар климат пен топырақтың ерекшеліктеріне байланысты өте тәтті және шырынды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи Мадина құрмаларын жақсы көріп, оларды өзінің күнделікті тамағына қосқан. Егер де Мадина қаласына келіп жатсаңыздар, тура осы баққа келсеңіздер, өте керемет әсер аласыздар. Бұл осы бақтардың ішіндегі ең бір әдемілердің бірі. Құрма ағашы тура бір адам секілді өседі екен. Бір жерге отырғызсаңыз, 13-16 жылдан кейін жемісін бірақ береді. 60-70 жылдан соң жеміс беруін тоқтатады екен. Бұл ағаштың әкесі мен анасы болады. Анасының жанынан өсіп шыққан құрма ағашын, яғни баласын анасынан алшақ жерге апарып отырғызсаңыз, бір-бірін сағынады екен. Қызық, иә, сіздерге де. Тіптен баласы өсуін тоқтатып, қурап кетуі де мүмкін екен. Сондықтан баласын жанына отырғызу керек дейді. Сосын бұл жеміс ағашының басында адамның миына ұқсас миы болады екен. Оны алып жейтіндер де бар екен. Миы алынған құрма ағашы өсуін тоқтатып, қурап кетеді дейді. Біз қажылыққа негізі отбасымызбен бірге келген болатынбыз. Мен осы сапарға 3-ші рет келуім, және әр келген сайын біз балапандарымызбен келеміз. Егерде қажылыққа балдарыңызбен келуді ойланып жүрген болсаңыздар,
Балдарыңыз өздері жүре алатын болса алып келіңіздер. Егерде кішкентайлау болса, онда кішкене қиналып қалуларыңыз әбден мүмкін. Бұл сіздерге беретін менің лайфхагым. Біз бұл сапарға 3-ші рет келуіміз және балдарымыз әбден осы Мекке және Мәдина қалаларына үйренді. Көріп тұрғандарыңыздай құрма бақшаларында осындай тапчандар болады және бұл жерде шай тапсырыс беріп шай ішуге болады. Әрине көпшілік бақшаларда шайды тегін береді негізі, ал бұл жерде ақылы екен. Біз де шайға тапсырыс берген болатынбыз, шайымыз де келіп қалды, ал енді шай ішейік. Бұл шайдың дәмі енді ерекше болды. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Атын ұмытып қалдым, кешіріңіздер. Осы құрма баққа келсеңіздер, шайдың түр-түрімен береді. Біздегі Қазақстанның шайынан дәмі енді ерекшелеу, басқашалау екен. Арабтардың өзінің бір ерекше шайы. Осылайша біз күнімізді өте керемет қылып өткіздік. Бақшада шай ішкеннің енді әсері өте бөлекше, отбасымызбен бірге келгесін өте қызықты болды. Сіздерге де осындай келу бұйырсын. Осы видеоны көріп отырған менің әрбір көрерменіне осы Мәдина қаласына келіп, құрма бақшаларынан шай ішу бұйырсын. Аллах тағала міндетті түрде сіздерді де шақырсын осындай бір керемет сезімдерді бастан өткізуге. Дұға тілеп қойыңыздар. Әрине бұл видеоны көргесін сіз әрине міндетті түрде келесіз деген үміттемін. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, өйткені алдағы уақытта Мәдина, Мекке қалалары туралы тағы да көптеген ақпараттар беретін боламын. Бұл бейнені сіздер үшін арнайы түсірген болатынмын. Келесі шығарылымда мен сіздерге Мекке және Мәдина қалаларын көрсететін боламын және отбасымызбен қалай баруға болады және турсыз қалай баруға болады, солар туралы айтып өтетін боламын және балалармен бірге жүргенде қиындықтар туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, өте қызықты және құнды ақпараттар болады. Қош сау болыңыздар.